шот-фактураның ақпараттық жүйесінде виртуалды қойманың тауарларына ілеспе жүк құжаттарын беру үшін жүйеге электронды цифрлық қолтаңба кілтін енгізу қажет. Бұдан әрі ұйымның атауын таңдаңыз. Содан кейін тауарға ілеспе жүк құжаты папкасына кіріңіз және жасау бастырмасын басыңыз. Сіз толтыруыңыз керек жұмыс аймағын көресіз. А бөлімінде есепке алу жүйесіне ілеспе жүк құжаттарын тіркеу нөмірі, тауарға ілеспе жүк құжаттарын ресімдеу күні және тауарды тиеп жөнелту күні беріледі. Бұл шот-фактураға сәйкес толтырылуы керек деген міндетті ақпарат. Ал бұндай құжаттар тауарлар импортқа шығару кезінде жазып беріледі. Б бөлімінде жеткізушінің міндетті деректемелерін толтырыңыз. Бұл ұйымның бені, атауы, елдің кодын көрсетіңіз. Бұл жерде ол Қырғызстан Республикасы тұр. Бұдан әрі жөнелтудің нақты мекен-жайы толтырылады. Валюта кодын таңдаған кезде бағам бойынша мәліметтер автоматты түрде көрсетіледі. С бөлімінде алушының нақты мекен-жайын көрсетіңіз. Д бөлімінде жіберушінің деректемелерін көшіріңіз. Е бөлімінде тасымалдау жөніндегі мәліметтер, яғни көлік түрін, мемлекеттік АТС нөмірін, тіркеменің мемлекеттік нөмірін көрсетіңіз. Ал енді F бөлімінде шарт болған жағдайда оның нөмірі менен күнін көрсетіңіз. Шарт болмаған жағдайда шартсыз деген белгі қоямыз. G бөлімінде тауарлар бойынша деректер коды, оның атауы, өлшем бірлігі, саны, бағасы және тауардың құны көрсетіледі. Барлық бөлімдер толтырылғаннан кейін тауарларға ілеспе жүк құжат жіберуге дайын болады. Бұл операцияны аяқтау үшін жіберу түймесін басып, электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоясыз. Міне тауарларға ілеспе жүк құжат жасалды.